Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев атап өткендей, жаңа конституцияны әзірлеу бір күннің немесе бір айдың жұмысы емес. Жарты жылдан астам уақыт бойы бұл құжат қоғамда жан-жақты талқыланды, азаматтардың өз ұсыныстарын ашық айтуына толық мүмкіндік берілді. Комиссия жұмысы барынша ашық жүргізіліп, талқылаулар тікелей эфирде көрсетілді. Бұл халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатының нақты көрінісі. Сондықтан жаңа конституцияны нағыз халықтық құжат деп айтуға толық негіз бар. Абай ел үшінде соңғы жылдар тарихи маңызға ие болды. 2022 жылы облысымыз ширек ғасырдан кейін қайта ашылып, тарихи әділеттілік салтанат құрды. Бұл мемлекет басшысының ерекше қолдауының нәтижесі. Бүгінде өңіріміздегі көптеген өзекті мәселелер кезең-кезеңмен шешіліп, экономикада оң өзгерістер байқалып, тұрғындардың әл-ауқаты артып келеді. Президенттің тікелей бастамасымен Абайдың 180 жылдығына орай Абайға құрмет республикалық акциясы басталды. Соның аясында еліміздің әр өңірі Семей қаласына бір-бір нысаннан тарту етпек. Бір ай бұрын өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында Қасым-Жомарт Кемелұлы жаңадан құрылған облысымыздың инфрақұрылымы жеткіліксіз екенін айтып, жан-жақты қолдау көрсету қажеттігін айрықша атап өтті.